Қайырлы күн. Мен 8-ші сынып оқушысы Әбкен Темірлан. Жобамның тақырыбы қоршаған ортаны қорғаудың заманауи жолы зоофономат жүйесі. Жобаның мақсаты мектебімізде зоофономат орнату арқылы қалдықтарды қайта өңдеу, қоршаған ортаны қорғау және жануарларды тамақтандыруға көмектесетін экологиялық технологияны жасау. Жобаның өзектілігі: қазіргі уақытта экологиялық мәселелер, әсіресе пластик қалдықтарының көптеп жиналуы және үй жануарларының күтімсіз қалуы маңызды мәселелердің бірі болып отыр. Зоофономат осы екі мәселеден шешім табуға бағытталған инновациялық технология. Зерттеу объектісі зоофономат. Зоофономат бұл автоматтандырылған құрылғы. Ол пластик бөтелкелерді қабылдап, оларды қайта өңдеуге бағытталған. Зоофономат жұмыс істеу механизмі. Ең алдымен пайдаланушы бөтелкенің үстіне тастайды. Бөтелке төменгі жәшікке құлағанда Arduino сенсор сигналын қабылдап, сервомотор іске қосады. Жем қоймасының есігі ашылады. Жем ауаға түскенде дыбыс арқылы пайдаланушыға белгі беріледі. Оқушылармен жүргізілген сауалнама. Зоофономаттың артықшылықтары: қалдықтарды азайту және қайта өңдеуді ынталандыру, жануарларға көмек көрсету, автономды қуат көзі, қолдануға ыңғайлы. Зоофономатты іске қосылу механизмі. Arduino микроконтроллердің құрылғының процесін басқарады. Зоофономаттың құрастыру үшін қажетті технологиялық жабдықтар: Arduino Uno контроллері, 2 датчик, сервоқозғалтқыш, жем беруге арналған, 5 вольттық реле, жем беретін моторлы. Зоофономаттың программалау. Arduino және Python платформасында программаланады. Зоофономаттың экологиялық тигізер пайдасы: табиғи ресурстарды үнемдей, қалдықтарды қайта өңдеу, жануарларға қамқорлық жасау, экологиялық мәдениетті қалыптастыру. Зоофономаттың пайдасы: егер әр бөтелке үшін 5 теңге табыс түссе, күніне 200 бөтелке жиналса, 15 теңге көбейсек 1000 теңге. Айына 6 бөтелке болса, 15 теңгеге көбейтсек 30 000 теңге пайда келтіреді екен. Қорытынды: болашақта қаламызда инновациялық құрылғы зоофономаттарды орнату өте маңызды. Құрылғының жұмыс істеу принципі қарапайым әрі тиімді. Күн энергияны үнемдеу үшін күн панельдерінен қуат алады. Ұсыныстар: зоофономаттарды болашақта мектептер мен қалалық саябақтарда, қоғамдық жерлерде орналастыру қажет. Осылайша оқушыларды экология мен жануарларды қорғау мәселелері бойынша ақпараттандырып, экологияның санасын арттыруға көмектесеміз.